Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Сержант Адам Ирак жерінде өзінің жолдастарымен бірге әскери борышын өтеген болатын. Оның Иракта жүргенде жылдан асып қалды. Ол ақырындап соғыс өміріне үйрене бастайды. Бір күні олардың командасы қоршауға түсіп қалады. Олар қолай позицияға орналасу үшін үйдің шатырына шығады. Алайда осы сәтте Ирак әскер олардың жолдасының басына атады. Адам оған көмек көрсету үшін дереу төменге алып бармақ болған. Алайда жарты жолға келгенде ол оны құлатып алды. Сонымен қатар сержант Достер де қайтыс болды. Олардың өліміне Адам өзін айыптай бастайды, өйткені ол маршрутты өзгерту туралы бұйрық берген болатын. Арада бірнеше уақыт өткесін олар өздерінің отандарына оралатын болады. Олардың жолдастары Уилли отбасы құру туралы шешім қабылдап, өзінің жолдастарын тойға шақырады. Олар бұл тойда асыға күтіп бір-бірімен талқылай бастайды. Оларды әуежайда әскерилердің отбасы қуана-қуана қарсы алады. Адам өзінің әйелін, балаларын көріп қуанып кетеді. Алайда оның алдынан достері әйелі аманда пайда болып, оның күйеуінің соңғы сәтін сұрай бастайды. Адам оның өлімін қайта есіне алғысы келмейді, өйткені оны ұят сезімі мазалайтын болады. Сондықтан оның әйеліне сержантты қалай өлгенін көрмегенін айтып құтылып кетеді. Әскерилер туған туысқандарына оралғанымен олардың бәрі қуанышты емес, өйткені соғыс олардың жүрегін жарақат қалдырды. Солардың бірі Соло, олар қайтадан Иракқа оралып әскери қызметін жалғастырғысы келеді. Өйткені ол азаматтық өмірді енді қайтып сүре алмайтынын түсіне бастайды. Ал әйелі болса, енді Солоның қасынан кетпей, олардың баласы болатынына сенімді. Соло әзірге оған өзінің жоспары туралы айтпайын деп шешеді, өйткені оның әскери келісім ұзарту туралы шешім қабылдаған жоқ. Ал Адам болса, әскери қызметке қайта оралуды жоспарламайды, өйткені ол келісімге тек өзінің ипотекасын төлеу үшін ғаша отырған болатын. Өйткені сол кезде оның алатын жалақысы үй алуға жеткіліксіз болатын. Олар өздерінің болашақ үйлерін сырттай тамашалап, оған толыққанды ие болатын сәтті асыға күте бастайды. Ал кейін өздері жалдап тұрып жатқан үйге оралып, кешкі асты дайындауға кіріседі. Ал Уилли өзінің үйленемін деген қызымен байланысалар емес. Бұл оның көңілін түсіріп, ол оған тоқтаусыз қоңырау шала бастайды. Алайда ол қанша қоңырау шалса да қыз алар емес. Келесі күні Саски Адамнан енді оның қандай іспен айналысатынына қызығушылық танытады. Ол өзінің бұрынғы жұмысына қайта оралғысы келетінін айтқан, алайда әйелі қарсы. Ол күйеуінен әскери қызметте алған жалақысы секілді алатын жалақылы жұмысты табуын өтінеді. Соло әскери тексерістен өтіп, оның әскери қызметке қайтадан жарамсыз екенін айтады. Өйткені соғыс салдарынан оның психикасы зардап шеккен екен. Бұл жағдай Солоға қиын болды, өйткені ол енді өзінің өмірін ары қарай қалай жалғастырарын білмейді. Саския күйеуін қандайда бір нәрселер мазалап жүргенін түсінеді. Ол бұл оның Ирактағы өткізген күндеріне байланысты екенін түсініп, одан ішкі сырлармен бөлісуді сұрайды. Алайда Адам соғыс жайлы ештеңені есіне алғысы келмейді. Үш дос кездесіп, Уиллиден оның неке тойы жайлы сұрайды. Алайда ол Трейсимен байланыса алмай жатқанын, сондықтан ертең оның жұмыс орнына баратынын айтады. Ал қалған екеуі әзірге өмірде өздерінің немен айналысатындарын білмейтінін айтады. Уилли келесі күні Трейсидің жұмыс орнына барып, оның неге тұтқаны алмай жатқанын сұрайды. Әйел өзінің онымен отбасы құрғысы келмейтінін айтқанда, ол бәрінің көзінше өз-өзіне қол жұмсайды. Бұл оның достары үшін күтпеген жаңалық болды. Ал кейін олар Уиллидің анасынан оның посттравмалық күйзелісті бұзылыстан зардап жүргенін айтады. Ол Ирактан оралғасын өмірдің мәнін көрмеген, оның бар үміті Трейси болатын. Бірақ Трейси оның үмітін ақтамағандықтан ол барлығын аяқтайын деп шешкен екен. Бірнеше күннен кейін олар сергіп алу үшін аңшылыққа аттанайын деп шешеді. Қарағы болғандықтан Адам түнгі құралын алып шығады. Алайда ол аңды емес, ағаштардың арасында қозғалып жүрген адамдарды көреді. Бұл оған соғыста жүргендей әсер қалдырып, ол пикапқа оралады. Осы жерде оның көргенде галлюцинация болғаны белгілі болады. Олар соғыстың қалдырған әсері оларға психологиялық жарақат салғанын түсініп, психолог көмекке жүгінейік деп шешеді. Олар соғыс ардагерлеріне көмектесетін департаментке келгенде реабилитация ұзақ уақыт алатынын айтады. Адам ұзақ уақыт жұмыссыз жүре алмайды, өйткені өзінің отбасын асырау керек. Сондықтан олар көмекті жедел алатын жолдарды қарастырып көруге тырысуда. Мұнда көмекке мұқтаж әскерилер жеткілікті. Соло досына өзінің психологиялық жарақаттар кезінде көмектесетін дәрі жайлы естігенін айтады. Алайда Адам оны ойынан бас тарттырады. Дәрінің олардың жағдайында көмектесуі екі талай екенін айтып. Бір психолог оларды кезексіз қабылдауға кездесіп, Соло өзінің психологиялық мәселелерімен бөлісе бастайды.
Оның Ирактағы соғыстан кейін есте сақтау қабілетін нашарлап кетіпті. Кенеттен ол соғыс кезінде қайтыс болып кеткен жолдасы достерді көргендей. Ол көз алдында отырғанымен сол бұл оның галлюцинация екенін жақсы түсініп тұр. Адам өзінің әйеліне психологиялық көмекке жүгініп жүргені жайлы айтпайды. Бірақ әйелі оны өзі түсініп, күйеуіне босаңсуға көмектесейін деп шешеді. Сондықтан өзінің ең әдемі іш киімін киіп алып, оны еліктіруге кіріседі. Бірақ бұл аса көмектесе қойған жоқ. Процесс барысында оған қайтадан соғыстағы естеліктері есіне түсіп кетіп, ол әйелін итеріп жібереді. Келесі күні солоға оның мемлекеттен өтемақы алуға лайықты емес екенін айтады. Өйткені оған өзінің алған психологиялық жарақаты мемлекеттің тапсырмасын орындау кезінде алынды деген дәлел керек. Соло осындай құжатты алу үшін өзінің әскери бөлімшесіне барады. Адам болса ветерандарға көмек орталығына бұл жолы әйелімен бірге келді. Осы кезде ғана ол күйеуін мазалап жүрген психологиялық аурулармен танысады. Өйткені осыған дейін күйеуі оны алаңдатпау барлығын жасырып жүрген екен. Доктор оған жәрдемақы тек 6 айдан ғана кейін төленуі мүмкін екенін айтады. Бұл Саксидің ашуын келтіреді, өйткені бұндай жағдайда оларға өмір сүретін ақша қалмайды ғой. Ол күйеуіне ескертпестен Амандадан қарызға ақша алады. Бірақ бұны адам біліп қойып, ол айқайлап береді. Өйткені ол қарызға алған ақшаны мемлекет Амандаға күйеуінің қайтыс болғанының өтемақысы ретінде берген. Ал адам онсыз да Аманданың күйеуінің өліміне өзін кінәлайды емес пе? Соло бос уақытын бейне ойындар ойнаумен өткізетін. Сондай ойындардың бірі оның соғыс кезіндегі естеліктерін оятып жіберіп, ол өз бақылауын жоғалтып алады. Ал кейін соғыста жүргендей әсерде болып, үйдегі заттардың бәрін лақтыра бастайды. Аяғы ауыр әйелі оны тынышталдырмақ болған, алайда ол тіпті әйелінде танымай қалды. Сондықтан ол есікті жауып алып, полицияны шақыруына тура келді. Адамның да отбасылық мәселелері көбейе бастайды. Ол әйелімен ұрысып қалып, өз-өзіне келу үшін үйден шығып кетеді. Ол әлгі баспалдақтан құлағаннан кейін мүгедек болып қалған жолдасы Эмериге барады. Келесі күні Солоны полицей бөлімшесінен жібергенде оны Данте қарсы алып алады. Ол өзінде оған көмектесетін дәрі бар екенін, егер ол оған бір іспен көмектесетін болса, оған экстазды беретінін айтады. Өзінің жолдасымен кездескен адамның жүрегі тынышталды. Өйткені ол өзінің мүгедектігіне оны кінәламайтынын айтады. Керісінше ол оның өмірін құтқарып қалды деп ойлайды екен. Ол Эмеридің жағдайы оған қарағанда нашар болғанына қарамастан, оның өмірге деген ынтасы жоғары екенін көрген адам одан үлгі алайын деп шешеді. Бұл жағдай оған жақсы сабақ болып, ол отбасына жақсы көңіл күйде оралады. Ол үйіне келе жатқанда оған реабилитациондық орталықтан хабарласып, оларда бір орын босағанын, адам емделе алатынын хабарлайды. Соло болса Дантенің тапсырмасын орындау үшін тұраққа келеді. Ол товарды белгіленген орынға алып бару керек. Алайда жарты жолға келгенде оған ауруханадан хабарласып, оның әйелінің жағдайы қиын екенін айтады. Сондықтан ол тапсырманы жайына қалдырып, ауруханаға қарай аттанады. Қуанышқа орай барлығы сәтті аяқталды. Оның әйелі өмірге бала алып келді. Баласын көрген Солоның бойында жауапкершілік пайда болып, ол Данте ұсынған қылмыстық жол жақсылық алып келмейтінін түсінеді. Сондықтан ол товарды белгіленген орынға алып барып, бұл істі тастайын деп шешеді. Алайда Данте ол тауарды белгіленген уақытта жеткізбеген үшін оны жазалайтынын айтады. Ол өзінің басына қауіп төніп тұрғанын түсініп, дереу досына хабарласады. Соло белгіленген орынға келген кезде оған қарсы Дантенің адамдары оқ ашады. Алайда дер кезінде полиция келіп қалып, олар қашып кетуге мәжбүр болды. Алайда Данте оны жайыне қалдырмайтынын түсініп, ол досына уақытша жасырына тұратын жер керек екенін айтады. Адам оған оның орнына реабилитациондық орталыққа баруды ұсынады. Соло келісіп, ол автобусқа отырып сонда кетеді. Бірнеше уақыттан кейін адамда реабилитациондық орталықта емделіп, отбасына қайта қосылады. Соло әйелімен бірге Лас-Вегасқа қоныс аударып, колледжге түседі. Ал Эмери болса Техастағы қызының үйінің қасына қоныс аударды. Осы жерден фильмде аяқталды. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы